Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта целевой аудитория, мақсатты аудитория туралы айтатын боламыз. Иә, білем, қаншама курс алсаңыз да мақсатты аудитория туралы бәрі айтады. Көбісінің енді мен білуімше, өзім енді қаншама мың курсты өтіп білуімше, көбісінің айтатыны сегментке бөледі. Үйде отырған аналар, студенттер, жасы мыншадан мынша, ауылда тұратындар, қалада тұратындар, жұмыс жасайтындар, жасамайды. В целом сондай крупно қылып бөледі. Но менің айтарым, ол жұмыс жасамайды деп айтпаймын, жасайды, ол техника тоже жасайды. Но все равно қанша эксперттерді, қанша товар сататын адамдарды көрдім, ол сенің целевой аудиторияң кім десең түсінбейді ғой. Былай айтады, үйде отырған аналар дейді, все болды, или там эксперттер дейді. Ол енді дұрыс емес деп айтпаймын, дұрыс, олай да бөлуге болады, но мен сізге қазір ең оп-оңай и классный, күшті методын беремін, прям күшті. Мен могу даже гарантию сказать, ешкім олай бермейді, мен деген жатқан техника. Давайте қараңыз, целевой аудитория қалай тануымыз керек. Қытайлықтар сияқты деп тез сөйлеу үшін сен өз клиентіңді мықты білуің керексің, тануың керексің, кім екенін, кімге не сатып жатырғаныңды танымасаң, саған қиын болады. Не, мынау су ішетін бутылка, все, мынша теңге тұрады, алсаң ал, алмасаң ғой, до свидания. Солай сатады көбісі, хоть товар, услуга, курс болса да, неважно. Ал енді мен сізге қалай сату керектігін, то есть қалай целевой аудитория, мақсатты аудитория тану керектігін айтайын. Бірінші, сіз оның болін білуіңіз керек. Боль деген не? Оның ауырып тұрған жері, проблемасы. Дәл қазір сол болінің проблемасы бар басында. Боль, yani мен аударған жоқпын бұл жерде. Гуглға салып аударып алыңыздар, но просто терминді жаттап алыңдар. Боли дегеніміз не? Қараңыз, бірінші боль, пример ретінде келтіріп кетейін. Клиент табу қиын, тістерім қисық, аузымнан иіс шығады, қарным шығып тұрады, балам нашар оқиды. Бұл проблема, сондай боль бар, все болды. Сенің клиентіңде сондай проблемалар бар, или сенің қарабасың. Кеттік, ол бірінші, что надо знать, про боли білу керек. Екінші, скрытые желания қалауларын білу керек. Тоже аударған жоқпын. Қалаулары, желание деген қалауы. Ол қандай сұраққа жауап береді? Чтобы что? Не үшін? Ішкі қалауын білуіміз керек. Қалай? Мысалы ретінде айтайын. Көйлекті таңдауының себебі, вот көйлек алуға бар. Таңдауының себебі именно қандай қара көрек, тырысып тұратын, мына жерлер ашық, жабық, қолы мынандай, ана жері анандай деп өзі миында бір көйлекті таңдап алды. Соны таңдау алуға бар. Енді сол көйлекті алуының себебі неде? Не үшін именно сондай көйлек керек? Скрытый желаниясы болуы мүмкін ол қыздың. Жігіттерді қарағанын қалау. То есть ол тойға барады, сол көйлекті киіп, оған жігітті қарағаны керек. Ішкі қалау, жігіт қараған. Мүмкін ол күйеуге шыққысы келіп жүр, мүмкін ол жігітпен жүргісі келіп жүр, мүмкін ол өмірлік жарын кездестіргісі келіп. Сондықтан ол осындай көйлек таңдап отыр. Скрытый желаниясы на самом деле көйлек алу емес, ол жігіттің қараған. Түсіндіңдер ғой? Келесі, посуда алған кезде мынандай желание болуы мүмкін, скрытый. Үйге келген қонақтар посудамен жайған кезде, мынау деген не деген классный посуда, қаяқтан алдым, мынау трендтағы посуда, мынаның деген нежный, жеп-жеңіл екен, дастархан күшті болып тұр ғой деп келген қонағы ол кісіні мақтағанын қалайды. Сондықтан ол мақтағанын қалағандықтан ол неше түрлі посудан алады. Холодныйға салатыны бар, предметі бар, короче, бокалдары бар, классный посуда. И ол посуда сататын адам енді осы кісіге қалай айту керек? Под желаниесін былай айтуға болады. Сен мына посуданы дастарханға қойғанда очень дорого, богаты көрінеді. Сен келген кезде клиенттерің, қонақтарың, вау, класс, мынаны қаяқтан тауып алдың, мынау деген вообще вкусың күшті екен, дастарханың деген жайнап тұр,
қалай сен идеально подборка жасадың, мына холодный салатның, мына раздаточный тарелкаларың, бокалдарың вообще классно екен. Қайдан таптың, сен пысқысың да осындайлардың, прям классно делаешь деп мақтаған қаласаң, міне саған решение, шешімің менің посуда. Вот посуда сататын адамдар скрытый желание өзінің клиентін білген кезде олар осылай айтады. Понимаете? Алтын сататын адамдар, иә, алтын сатып алатын қыз клиент бар ғой, картенің алтын сатып алайық деп есептейікші, картені неге алады адамдар? Картенің бутигіне барып неге алады? Өйткені ол статус береді. Алтын, бриллиант да, ол 2 миллион, 3 миллион теңге тұрады ол сақина. Ол сақинаны таққан кезде ол қыз просто барып карте алайыншы деп бүгін бармайды ол. Ол картені не үшін алады? Потому что внутренний скрытый желаниесі бар. Мені бай деп санасын. Или байдың қыздары деп айтайын. Или бай әйелдер. Олар все равно біледі. Байлар таниды да алыстан. Анау адам карте тақпайды 3 миллионға сақина да. Тем более набор. Сол статусқа ие болу үшін, бай деген статусқа, то есть внутренний эгосын тишать етіп жатыр ғой, былай қарағанда. И вот сен алтын сататын болсаң, карте, не обязательно карте бренд, даже алтын классный бриллианттар сататын болсаң, қымбат наборлар болса, сен өз клиентіңе қалай айтасың? Сен былай айтасың. Сен мына наборды тақсаң, реально алтынды тағатын қыздар, статусы бар қыздар сені алыстан байқайды. Сразу біледі, что за бриллиант, что за золото, сколько грамм, ювелирка необычный болса, сразу біледі. Сенің статусыңды подчеркивает. Именно сол статусный қыздарға арналған набор деп айтсаңыз, сол қыз сіздің клиентіңіз скрытый желаниесі бар, оны спокойно сатып алады. Понимаете? То есть не үшін сен клиентіңнің скрытый желаниесін білуің керексің. Не үшін деген сұраққа жауап. То есть болін білесің, желаниесін білесің. Кетке ақылды деп ойларсың. Рилстар бар ғой, говорящий головамен жүреді. Өте ұзақ дайындалатын қыздар бар. Ана сөйлеген сөзін, жест, киінген киімдерін мықты мән беретін қыздар бар, енді прям уносится. И внутренний желаниесін байқасаң, олар андай өзінің статусын алып көрсеткісі келеді. Өте грамотный, ақылды сөздер айтқан, осыны, короче, ана видеоны қараған адам мына қызды ақылды, что за грамотная девочка деп ойласын деп жасайды. Скрытый желаниесі. И сен сондай текстті құрастыратын, видеоны құрастыратын, сондай эксперт болсаң, мобилограф, подкаст түсіретінімізді. Сен осы қызға осылай айтсаң, мы тебя покажем с грамотной стороны, мы тебе текст дайындаймыз, грамотно шығады аузынан, осындай прям все по полочкам болады десе, ол клиент сенікі, потому что она вот сол статусом гоняется. Түсінікті ғой, иә? Для чего надо знать желание? Келесі возражение. Үшінші не білу керек? Возражение. Қарсылықты жабу. Почему они не хотят покупать сіздің продуктыңызды, өніміңізді, услугаңызды, курсыңызды? Сіз возражениесін жаппасаңыз, бұл басқа клиентке ала салуы мүмкін. Қараңыз, брекетті салсаң, аузынан иіс шығатын болады. То есть сен оның возражениесін, стоматологсың, сен қалай жабасың? Сен айтасың, брекет салсаң, көбісі иіс шығады деп ойлайды. Негізі ол иіс шықпайтын, біз мынандай специально арасы ашықтау брекет саламыз. Оның арнайы щеткасын сізге подаркіге береміз. Ауыз жуатыны береміз. По идее, иісі шықпайды. Короче, мен білмеймін, стоматологыңыз, жабасыңдар. Возражение. Посуда. Қытайдан алып келіп сатуға қиын, өйткені ол сынып қалады дейді да. То есть посуда сынып қалады дейді. Ол кісі бір саламен айналысқысы келеді. Қытай бизнесімен айналысқысы келеді. Посуда сатқысы келеді. Бірақ миында андай возражение бар. Мен посуда заказ беріп сататын болсам, ол ауыр, ол сынып қалып, брактармен көпірақ келеді дегенді естідім, сынып келеді дегенді естідім дейді. А сен поставщиксің, Қытай сатасың, или между поставщиками, анаяқта Қытай посуда шығатын завод емес, сен қазақсың, который
связка. Енді сен сонымен ақша табасың. Сен не деп айтасың? Өзің контентіңде айтасың. Сынбай келетін гарантия беремін. Өйткені мен трехслойный упаковка жасаймын. Біріншіден, ол сыртына, ол тек қана сыртына, ішіне каждый тарелканың арасында осындай пупырчатый бумагалар тұрады. Сен келетін посудыңа мен гарантия беремін. Өзім алып келем, өзім жаңағы не анау каргамен бақылаймын сынбай келетін деп сендер айтсаңдар, возражениесін жапсаңдар, ол кісі посуду таңдап жүрген кезде именно сіздің гарантияңызға келуі мүмкін. Понимаете? Потому что сіз возражение жаптыңыз. Менің услугам қымбат тұрады, адам аз алады. То же самое, услуганы қымбатқа сату үйрететін эксперттер возражениені қалай сатасыздар? Міне, өмірінде сатпаған Гүлмира ханым осындай техника арқылы менің кейстарымда 20 шақты оқушыларым жасап барлық қымбатқа сатып үйренген адам. Мен осы техникамды берсем, осы техника қымбатқа сату, міне деп дәлелдеп, еще пруфтармен көрсетіп берсеңіз, ол кісі спокойно сатып аласыз. Потому что сіз возражениесін жауап бердім. Үлкен чекке сата алмаймын. То же самое, БАДы өтіріктің көмектеспейді. Массаж арқылы екінші подбородок кетпейді. Өтірік, хиджама процедурасы ауыратын сияқты. Сіз айтасыз, ауырмайды дегенде, просто ауырмайды деп жаза алмайсыз ғой. Сіз айтасыз, хиджама процедурасы самый тонкий надрез, первый слой эпидермисін жүреді. Ол даже сен массаж шыққандағыдай білдіртпейді. Шамалықты қан шықпай. Ол осындай эффект береді, как будто бы осындай 20 адам хиджама алған, давайте отзывын сұрайық, ауырта ма, ауыртпай ма деп осылай возражениесін жабасыздар, иә? Кеттік контент арқылы. Таргет қымбатқа шығады, лидтер, правильный питание ұстану қымбат және қиын. Қанша спорт залға барсам да ішім майы кетпейді. Бұның бәрі возражение сенің клиентіңнің басындағы несі? Қасылықтары. Сен осыны жабылсаң, сенің конкурентіңнен даже бір этапқа озасың. То есть үш этап қой: боль, желание, возражение. Все, бір структура. Сен осы структурамен жүрсең, даже саған ары қарай вообще қиын емес. Любой видеоны алып, бір зат сатар кезінде осы үш структурамен айдап шықсаң, спокойно сататын боласың. Видео, да? Келесі, енді давайте тағы да бір сіздерге жизненный точка үшін тағы бір пример ретінде келтіріп айтайын. Арықтағың келеді, боль. Арықтау проблемасы оның арықтау. Не үшін ол арықтағысы? Арықтау үшін арықтағысы келмейді ол адамдар, правильно? Ішкі қалауы қандай? Не үшін? Тойға алған көйлегімді киіп тойдың гүлі болады. Именно арықтасам. Сол тойда келіншектер ауыздарын ашып қарап, еще келіп комплимент айтатын болады. То есть оған комплимент айтқанын қалады. Енді сен көйлек сататын адамсың, хабар, сенің көйлек. Сен өзіңнің видеоролигінде айтасың. Сенің мына екі жерінде майларың бар. Қазір мен сіздерге пример ретінде көрсетейін ба? Майларың бар. Мына жерде қолдарың толық. Бірақ саған уақыт бар. Именно мына көйлек мына жеріндегі қолдарыңды арықтап көрсетеді. Еще беліңдегі майларыңды мынандай қылып. Еще сен бойың тіпті осы ұзын болып. Сен классный тойдың гүлі болып жүресің. Бәрі сенен сұрайтын болады, ана көйлекті қайдан алдың, саған вообще классный жарасты, арықтап кеткенсің ба, не деп сұрайтын болады деп айтсаң, сен сол көйлекті сататын видеоролигіңде все болды ғой, сол клиент сенікі. Еще оның соңында возражениесін жауып жіберсең, ол көйлек созылмайды, качествосы осындай, 60 рет жусаң да түсі өнбейді деп возражениесін жапса, еще оның бағасы мындай, тек қана количество осындай десең болды ғой, клиент твой. Келесі, боль, баламның тойын жасайтын крутой ресторан табу емес, скорее всего, организатор табу деп жазайыншы. Прям больше келеді. Организатор свадьбы. Қазір рахат қой, организатор свадьбы деген, сен ақшаңды бересің, тамадыңа тойың бәрін саған сен үшін ұйымдастырып береді, басыңды қатырмас. Ондай да бір проблеманы шешетін организатор свадьбы бар. Енді под желаниесі қандай? Неге ол организатор свадьбы жалдайын деп жатыр? Желаниесі қандай? Менің тойымда бір ай бойы айтатын болады.
менің жасаған тойымды, біздің жасаған тойды бір ай бойы айтатын болады қонақтар. Жеген тамағын есіне алатын болады. Ана шоу программасын вообще барлық тума туысқандарына айтып өсек қылатын болады. Тамаданың мықтылығын айтып, настроенияларының көтеріліп қалғанын айтып, вообще мақтайтын болады бізді да. Таратқан шашуларын вообще ауыздарын ашып жаңағы обсуждать ететін болады. Сондықтан сондай крутой организатор свадеб керек дейді, который вот это все ұйымдастыратын в конце в итоге осындай шығатын. Понимаете? То есть оның ішкі қалауы, оның крутой болуының себебі тойдың, чтобы она хочет, чтобы тойды мақтаған. Они хотят деп айтайын, мамасы, қызы, баласы, неважно кім той жасайын деп, олар солай мақтаудың осындай отзыв өзінің жаңа қонақтарына қалайды, иә. Енді сен организатор свадьбасына қалай айтасың, өзің видеоролигінде айтасың. Сіз балаңызға вот той жасағалы жатсыз жақын арада, иә. Той жасағалы жатсыз. Именно біздің организация қалай той жасаған, біздің организациядан кейін сіздің тойыңызда келген қонақтарыңыздың барлығы обсуждать ететін болады. Мына өзінің айтқан сөзін айтасыз ғой, обсуждать ететін болады. Барлығы мынандай қалай тамадан таптың, керемет өткізген, шоу программасы вообще масқара, мына ресторанның менюнің тамағының дәмін айтшы деп айтатындай болады. Міне сіздерге подтверждение, еще возражение жазасыздар. Бір-екі клиенттердің примерге келтіріп, отзывтарын шығарып, қарсылықтарын жауып жіберсеңіздер болды ғой, ол клиент сіздікі. Ешкіммен сізді салыстырмайтын болады, понимаете? Когда скрытый желаниесін білген кезде, спокойно адамның жанды жері ғой, скрытый желание деген не үшін сен вообще осы дүниенің бәрін істеп жатсың, сұраққа жауап. Соны білген кезде сен бір золотой ключик тапқан сияқтысың ғой, клиентіңнің жүрегіне золотой ключик. Түсініп тұрсыздар ма, қыздар? Кеттік, боль ұзатам, төсек орын керек, қыз жасауын керек. Енді қыз жасауын жасайтын, не үшін қыз жасауын күшті қылып жасағысы келеді. Біз қазақтар білесіздер ғой, мақтаншақ. Бәріміз мақтаншақпыз. Барған жерімізде енді, конечно, мы хотим, чтобы классный был. Енді қараңыз, платный желаниесі неде? Ата-аналарының қызының қыз жасаған мақсаты неде? Олдың жағы біз алып барған сыйлықтардан жағы ашылып, аузын ашып, жаңағы алтынның санынан жаңылып қалу. Сол жерде отырған әйелдердің бәрі жағын ашып, вообще таң қалу, масқара подаркымен келді. Ана ұлдың жағы гордость ұстап қалу, осындай қызды алып жатырық қой, классный, күшті келген, тума туысқандар бәрі. То есть ана жақта күшті болып қалады, мына жақта күшті болып қалады. И сонда ойлап жатыр да, мына жасап жүрген әке шешесі немесе қызы. Да, например, өз-өзіне қыз жасауын жасайтын қыздар да бар ғой. И вот молодец, күшті келген деп бір марқайып қалады. Ана жерде жаңағы қызының әкелген заттарын көріп, жаңа авторитеті көтеріледі қыздың, и оны вау, вообще классный, они такие богатые, классные. То есть, чтобы их так обсуждали, чтобы их статус, авторитет көтеріліп қалған қалайды да, сондықтан ол ең күшті көрпелер, ең күшті посудалар, необычный бірдеңелерге орап, неге ол просто былай апара салмай, қазір шықты ғой, прозрачный упаковка, там бүйтіп ашатыны, бірдеңе қойып қоятыны, каждый конфеті. В общем, не үшін оның бәрі сол біздің қазақтың мақтанып кеңінен айтсын деген ниетпен жасалынады. Сондықтан зат сататын ханымдар сол қыз жасауына байланысты болсын, байланысты болмасын, оның ішіне бәрі кіріп кетеді ғой, и постельный, и төсек орын, и алтындар, и нелер анау, киімдер, подаркілер, орамалдар, посуда, бәрі кіріп кетеді. Хотя бір магазинде бәрі болмауы мүмкін. Жан-жақта әркім анау посуда сатады, мынау орамал сатады деген. Но сен сол целевой аудиторияға айтсаң, сен қызыңды ұзатайын деп жатсың, міне саған классный орамал барған кезде аналардың барлық жақтарын ашып, орамалдарын тақпайтын, ешкімге передарить етпейтін орамал болады. Сен еще бәрі сұрайтын болады. Вкустарың күшті екен, қаяқтан осындай необычный заттар табасыңдар, молодцы, за организацию, там посудаларыңыз вообще шикардосный, ана посуда сататын адамдармен қыз жасауын айтқан кезде осы қалауын айтып тұрып
жазсаңыздар, еще возражениясын жазсаңыздар, ол сынбай барат, осындай упаковкамен барат, осындай подарка береміз, қасына осындай мына орамал деген түтіп кетпейді, ол алған подаркалеріңізді ертең жаңағы қонақтарың еще долго будет носить, жыртылмай сетінемейді деп. В общем, короче, сен осы үш этаптың бәрін айтып берсең бір видеоңда, все болды. Клиент вот түсінікті ғой, иә? Я надеюсь, сіздерге прям обширно айттым, 20 минут айтқан ғой. Енді соңғы тоқетер пример ретінде көрсетіп кетейін. Боли, избавление боли. Любой адам өзінің болынан, проблемасынан арылғысы келеді. Боль проблемасын арықтағысы келеді, келеді. Ол желаниесі негізі бар. Тісі ауырса, тісінің емдегісі келеді. Тісі не очень болса, түзегісі келеді. У всех есть это внутренний боль, проблемасы бар. Емдеу керек. Желание, скрытые желания. Білсеңіз, мына жерде ішкі қалау. Это к чему хотят они прийти? Неге барғысы, скрытый желание деген былай ғой. Ең соңында тісін ағартқанда неге алып барады ол? Не үшін ол? Неге алып барады? Ең соңғы нәтижесі неге алып барады тісі ағартқан? Спокойно күле алады, ұялмайды, аузын ашып сөйлей алады. Түзеу, әппақ, әдемі, ухоженный тістер болса, өзін комплексовать етпейді, уверенность жоғары болады. Тіс деген тоже очень большой роль играет. Бәрінің проблемасы сол. Вот, и возражение осы қорқыныштарын жауып, ағартқанда осындай, енді осындай, бір салғаны мындай деп возражениесі. Не үшін, почему они не хотят покупать, соны дұрыстап тұрып жауап берсеңдер болды. Клиент сіздікі, иә? Енді тапсырма сіздерге. Осы каждый үшеуіне боль, қалау, қарсылықты жабуға 10-10-нан жазасыз. Мынандай бутылка сатасыз ба? Так, боль қандай? Шу дейді, өзімен бірге ұстағысы келеді. Желаниесі қандай? Не үшін ол мына түрін таңдау керек? Не үшін мына цветін алу керек? Не үшін мына объемды алу керек? Возражение. Сынбайды, тесілмейді, өтпейді, бүйтпейді, ішкенде оңай, өткенде біткен, короче, барлық возражение. 10-10-нан жазасыз. Ол сіздерге тапсырма. Мен сіздерді тексермеймін. Просто осыны бір отырып тапсырма ретінде жасасаңыздар, сізде проблема болмайды. Қандай видео түсірем деген. Вообще мынау ең основа. Поэтому бұл ең ұзақ сабақ. Қалғандар қысқа болады, надеюсь. Қазір енді давайте пример ретінде мен сіздерге көрсете кетейін. Бір-екі видео.